Амал ұлттық дәстүрлерді жаңғыртатын мереке ұлыстың ұлы күні қарсаңында Қызылорда облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы ассамблея жастары ұйымының белсенділері Наман ата спорттық кешенінде қазақтың ұлттық ойындарын дәріптеп өзара сайысты. Сайысқа 10-нан аса этнос жастары қатысты. Садақшылар 10 метрден 25 метрге дейінгі қашықтықта мергендік шеберліктерін танытты. Сайыстың мақсаты ата-бабаларымыздан қалған мұраны насихаттау, садақ ату өнерін қазақ ұлттық спорт өнері ретінде жастар арасында дамытып, жоғарғы деңгейге көтеру. Қазақстанда Наурыз мерекесі ерекше тойлануда деген өткен себебі биылғы жылдан бастап Наурыз мерекесін жаппай халық болып 10 күн тойлау мерзімі басталды. Наурыз мерекесін тойлау әр күні әртүрлі іс-шаралар қойылды. Осы себепті бүгін Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы ассамблея жастарының ұйымдастыруымен, қатысуымен бүгін ұлт қазынасы атты ұлттық спорт түрлерінен сайыс болып жатыр. Бұл сайыста, жалпы ұлттық спорт түрлерінен сайыста этнос жастары садақ ату, асық ату, қол күрес, арқан тартыс сайыстары бойынша сынға түсетін болады. Амал мерекесі көрісу күні осы сауда ойын-сауық орталығында түстен кейінгі уақытта бізде этномәдени бірлестіктердің қатысуымен перформанс өтетін болады. Ассамблея жастар ұйымының белсендісі Вероника Русланқызы садақ атудың денсаулыққа пайдасы зор екендігін айтады. Себебі бұл спорт түрі омыртқаны шынықтырып, түрлі дерттің алдын алады екен. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын. Қазіргі сәтте ассамблея жастары ұлттық ойындарын дәріптеу үшін сайыс өткізуде. Бүгін біз садақ ату, арқан тартыс, қол күрес, асық ату сияқты сайысқа түстік. Жалпы садақ ату ойыны негізі адамға пайдалы. Негізі бұрыннан бері атып жүрген адаммын, өте қызықты. Айта кетейік, этнос жастары садақ атудан бөлек арқан тарту, асық ойнаудан сынға түсті. Сайыс соңында үздік болған мергендерге арнайы дипломдар мен сыйлықтар табысталатын болады. Аружан Бейсенбаева, Айдос Исаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.